Ассалаумағалейкум. 3 сәуір 2026 жылы Бақытжан Көпбаев ақпарат агенттігі Түркістан облысы Төле би ауданы Біркөл елді мекеніндеміз. Әрі жалғасып жатыр. Көке, өзіңіз таныстырып, қандай мақсатта шақырдыңыз? Шақырған мақсатыңызды айтып жіберіңіз. Мен Біркөл елді мекенінің тұрғыны Өтегенов Әбдіманап. Мына өздеріңіз көріп отқандай бүкіл халық көтеріліп шулап жатыр. Мына жерді табиғатты бізде аялаңдар, қараңдар деген ұран бар ғой. Оның бәрі қалып кеткен. Міне аялаған түрі мынау мінекей. Енді осыны біз үлкен басшылардан мынаның орнына қойып, арғай қазылмаса екен дейміз. Мынау өз орнында, табиғат өз орнында тұрса екен дейміз. Мынаны қараңыздаршы, енді қазір көрсетесіздер ғой. Мына енді өте қиын нәрсе негізі. Халыққа да, адамға да, енді балалар каникул шығады, мал айдайды. Сонда мынау ұқсап опырылып жатса не болады? Ол қалай жағдай болады? Сол үшін міне халықтың шырылдаған несі. Иә. Соны ескертеміз сіздерге. Анау жауапты әкімдеріңізден сұрап жүрейік. Өзіңіз таныстырыңыз. Ділдабаев Айсұлтан Нұрмаханұлы, Алатау ауылдық округінің әкімі. Бұл кісілердің көтеріп жатқан мәселесі өте күрделі. Міне көріп тұрсыздар. Бізде Біркөл елді мекенінде осы сел сырғымақ жаңағы лай көшкіні болатын 2 жер анықталған. Мына қасымызда Армеш шатқал бар. Ол жерде бір жер анықталған. Жалпы 3 жерде 16 нысан осы сырғымақ қауіпі бар аймақта орналасқан. Бұны енді мына сырғымақ қауіпін біздің төтенше жағдайлар анықтап отыр. Осы жерде осындай мынау жауын шашын кезінде лай көшкіні болу қаупі бар деген 3 аймақта жалпы қазір 16 нысан бар. Бұл 16 нысан бойынша қазір 16 нысанға құрылысқа рұқсат бар жоқтығы туралы қазір тексеріс жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта заңсыз болған жағдайда тиісті шараларын қабылдаймыз. Енді мынау табиғатты заңсыз пайдаланғандар, заңсыз қырқып, ағаштарды қырқып, жарларды кескен, бұл бойынша да қазір тексеріс жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта бұларды барлығы сотпен шешім шығады деп ойлаймыз. Қазақстанда осы жұмыстар атқарылып жатыр. 2 жер жаңа апаттық не деп танылды дедіңіз, иә? Біркөл елді мекенінде 2 жер қазір төмен жақта бараса, тағы бір осындай мынау көшкін жауын шашын кезінде лай көшкін жүру бар қаупі бар деп анықталып тұр. Бұл жаңа төтенше жағдайлар анықтаған департаменті. Көке, алып қосарыңыз бар ма? Алып қосқанда біздікі өтініш халықтікі тек қана. Осыны жайына қойып табиғатқа титтемесе дейміз. Халық жайлы өмір сүрсе екен. Мынау бала-шаға нәрсеге қауіп болған екен. Осы ел көтеріліп, шулап осындай жағдайға келіп жатырмыз. Сол-ақ біздің өтінішіміз. Орнына қойып берсе болды. Енді заң аясында жүріп жатыр деп айтып жатсыз, иә? Иә, қазір таңда осы заң аясында жүріп жатыр. Енді мына қалпына келтіру мәселелерін де қарастырып жатырық. Мынау осы жерді қазған, мынау көрініп тұр, қасымызда тұрған демалыс орын басшыларына бәріне ескерту жасап жатырық. Бұны енді мынау қазір мына қалпына келтіру деген енді қазір мынау ауа райының қолайсыздығына байланысты алдағы уақытта оларда жұмыс жасаймыз деп жатыр. Келтірген шығындарды жаңағы мына көріп тұрсыздар ғой, арт жақтағы қалпына келтіріп береміз деген уәделері бар енді ол кісілердің де. Біз жұмыс жасаймыз алдағы уақытта. Енді көке, осымен тамамдай береміз ба? Не? Енді қарап отырсаңыз, мына қанша ағаш береді, неде қанша ағаш кесілді. Оның да сұрауы бар шығар. Олар тем более қызыл кітапқа жазылған ағаштар ғой. Осы табиғатты аялап, осыны ағашын өсіріп, талай жылдан бері еңбек етіп жатыр ғой лесқоздар. Енді оны бір күнде келді қараңызшы, быт-шытын шығарды. Етегін, мына жағын қараңыз. Қанша қарағаш, қанша бұта кесіліп кетті. Мына жердің бәрі көріп тұрсыздар ғой. Осылар сәл тиым салса, сәл табиғатқа тимесе деген, бала-шағаға да қалу керек қой бір нәрсе артымызда. Осыны бір қырып жойып тастаған ыңғайсыз ғой не болса да. Сол біздің өтінішіміз. Бұл мынау ағаштар кесу бойынша біз табиғат қорғау басқармасына хат жолдағанбыз. Олардың жақтан жұмысшы топ келіп, анықтап, қанша ағаш қырылғанын анықтап, мынау нысан иелеріне тиісті шараларын қабылдап жатыр олар. Әр түбіне жаңағы өзінің белгілеген сумасына қарай, ерекшеліктеріне қарай оларға штраф салынып жатыр. Болды ма? Сіздермен болған Бақытжан Көпбаев ақпарат агенттігі. Сау саламат болыңыздар.